Үш арыстанның бірін таңдап, айналаңыздағылар сізді сыйлай ма, жоқ па, соны біліңіз. Бір. Өкінішке қарай көп адамдар сізді сыйлай бермеуі мүмкін. Себебі, сіз өзіңізге сенімсіз адамсыз. Өз шешімдеріңізге үнемі күмәнданып жүргеніңіз. Өз ойыңызды айтудан қиналасыз, кейде қорқақ боласыз. Артық сұрақ қоймай, көбінесе келісе бересіз. Әркімнің қолжаулығы болмай, өзіңізді өзгелердің басынуына жол бермеңіз. Өзіңізді сыйлай біліңіз. Сол кезде өзгелер де сізді сыйлайды. Екі. Иә, сізді адамдар сыйлайды, бірақ шынайы емес. Тек сізден қауіптенгеннен ғана. Сіз әрекеттеріңізбен және сөздеріңізбен адамдардың үрейін ұшырып қорқытып жүресіз. Сөйлеген кезде де салқын дауыспен көп сөйлейсіз. Сол себепті көп адам сізбен жақын сөйлеседен жүрексініп жатады. Сізге сәл жұмсақ сөйлеуді үйрену қажет. Үш. Сіз қай ортада, қай орында болсаңыз да, адамдардың құрметіне, қошеметіне ие болып жүресіз. Бұл адамдарды еш қорқытпай, билік жүргізбей, ең бастысы өзара адамгершіліктен туар арқылы сыйлата білетіндігіңіздің көрсеткіші. Адамдар сізге сенім артады, өзгелерге қолдау көрсете білесіз, қарапайым жансыз. Құрмет көрермен, сіз қай арыстанды таңдадыңыз?